қатысушылар, мынау жалпы білім беру саласында табыс менеджер байқауында жүргізілген болатын. Соның негізінде бүгінгі күні мен өзіміздің осы тәжірибемізді сіздермен бөліссек деп отырмыз. Негізгі бүгінгі тақырыбымыз білім беру мазмұнын жаңғырту жағдайында басқару формасының инновациялық жолдары. Яғни әр нәрсенің өз инновациялық жаңашылдығы бар. Соның бір ретінде мен бүгінгі күнге өзіме жоба дайындаған болатын. Сол жобамен сіздерге бөліссем деп отырмын. Жалпы заманауи әлемде елдің қуаты ең алдымен азаматтардың білімімен өлшенеді. Нұрсұлтан Назарбаев айтып өткендей, кез келген елде елдің қуаты да білімі де болса мемлекет дамиды. Соның негізінде бүгінгі біз сіздерге өткізейін деп отырған жұмысымыздың негізгі мақсаты әлеуметтік және кәсіби серіктестік арқылы атқарылатын қызмет. Әлеуметтік және кәсіби серіктестікті орнату арқылы мектеп жасында балалар әлеуметтік жағдай жасау. Яғни бұл жерде кәсіби қызмет арқылы, әлеуметтік серіктестер арқылы кәсіби жұмыстар, басқа салалармен бірлескен жұмысымызды көрсеткіміз келіп отыр. Енді мен бұл кезеңдерге бөлдім. Бұл кезеңдердің негізгі еліміздің өзіміздің қазақтың ұстазы Алаш Азамат Ахмет Байтұрсынұлы. Басқадан кем болмас үшін білімді, байқам, күшті болуымыз керек. Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек, күшті болуға бірлік керек. Осы керектерін жолда жұмыс істеу бәрін үшін қажет екенін айтып өтті. Сондықтан да мен бірінші кезеңде бізде қазіргі кезде шалғай орналасқан балалардың мектепке тарту қиындықтары болды. Осы қиындықтарды қалай шешу қажеттігін осы жұмысты жобама кіргіздім, негізінде нәтижесін берді. Бірінші кезеңде шалғайлы балалар мектепке тарту қиындықтары. Яғни бізде мектеп және интернат ашылуына байланысты алыс аймақтағы балаларды соған орналастыру. Және бұған дейінгі жұмыстарға осы жағдайларды жасау керек болады. Енді бүгінгі негізгі мақсатымыз білім сапасын арттыру мақсатында әлеуметтік және кәсіби серіктестік ынтымақтастық арқылы жеке тұлғаның дамуына жағдай жасау. Енді бірнеше міндеттер алдым. Бұл міндеттерін әлеуметтік серіктестік арасында қарым-қатынасты реттейтін тиімді механизм жасау. Одан кейін білім алушылардың кәсіби қоғамдастығын дамыту және қолдау көрсету. Үшінші міндетіміз жергілікті қауыммен байланыс орнату, бірлескен іс-шараларды ұйымдастыру. Енді қазіргі жаңа не бойынша күтілетін нәтиже болу керек. Нәтижені арттыру үшін әлеуметтік және кәсіби серіктестік арқылы атқарылатын жұмыстың негізгі білім сапасын арттыру. Осы мәселелерді қолға алдық. Енді кіріспе бөлімінде қазіргі кезде көптеген үлкен білім саласында өзгерістер болып жатыр. Сол өзгерістердің бір негізінде 21-ші ғасырда білім мен интеллект ғасыр деген ден қойылған қашан 4-ші өнеркәсіп төңкеріс дүмпуі іргемізді солқылдатып табалдырықтан аттады. Цифрлық технология экономизмнің барлық саласын жаулап алды. Күллі жер жүзі біздің көз алдымыздан өзгеруде. Әлемде бағытта әлі бұлыңғыр жаңа тарихи кезең басталды. Күн санап өзгеріп жатқан дүбірлі дүниеде сана сезімімізбен дүниетанымыз әбден сіңіп қалған қағидалар арылмаса, көш басындағы елдердің тереземіз тең ел түйістіруі мүмкін емес. Өзгеру үшін өзіміздің мықты қолға алып заман ағымына икемделу арқылы жаңа дәуірдің жарыңды жақтан бойға сіңуіміз керек деген. Елбасымыздың өз себебі дәуірдің ақпарат ағымына шайып кетпей, әлемдік бәсекелес бәйгесіне ілесуде меңзеп тұр. Заман көшіне ілесу мақсаты барлық білім мекемелері өздерінің негізгі проблеманы саралай отырып, олар шешудің жолдарын қарастыруда. Осы жолда қырықтан жылдың жүйелерін ойластырып пайдалануда. Ауыл мектептерінің ұстаздарын, ата-аналарын алаңдатудың мәселелері жетерлік. Олардың ата-анасы шалғайда балалардың білім алу, баспанам жоқты, туыстары үйінде жату, әлеуметтік жағдайлардың төмендігі, мектеп жасында балалар алаңсыз заманауи білім алуын қамтамасыз ету үшін ауылдағы кәсіпкерлерді, ауыл азаматтарын әлеуметтік және кәсіби серіктестік орнату арқылы әлеуметтік мәселе шешуге жұмылдыру оң нәтижесін берді. Қаржылай демеушілік жасау, заманауи технологиялық тұрғыдан қолдау көрсету, мектептерімізде видео құрылғыларын жабдықтау, оқушылардың ғылыми жұмыстарына сабақтан тыс уақыттан өнімді пайдалану көмек көрсету, тағы сондай салалар балалардың білім алуына жан-жақты дамуына жағдай жасайтын міндеттер шешім табатын сөзсіз. Осы негізгі ең бірінші осы жұмысымызды бастау үшін елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың мына сөзін айтып кетуге тура келіп отыр. Бір философтан бақытты адам кім деп сұрағанда ол бақытты адамдардың арасында өмір сүретін адам бақытты деп жауап беріпті. Егер айналамыздағылардың бәрі бақытты болса,
біз де бақытты боламыз. Егер бір немесе бір топ адамдар бақытсыз болса, онда осы бақытсыздық басқаларға да тарайды. Осы сөзді ала отырып, үлкен философиялық маңызы бар болғандықтан, енді не істеу керек? Осыған мен өзім мектеп әкімшілігімен мектеп бірлесе отырып, ауылдық кәсіпкерлер, белсенді ауыл азаматтармен бірлесе жұмыс істеу мақсатында құрылған одақ құрылды. Бұл одағымыз өздеріңіз көріп отырсыздар, шапағат одағы деп аталынды. Бұның мақсаты ауыл балаларының жан-жақты дамуын көздейтін игілікті істерді жүзеге асыру. Енді өздеріңізге ауылымыздың сол кездегі одаққа біз бірнеше азаматтар тартты. Оның Шәушен шаруашылығының басшысы Дөненбай Сайранбай, Сәлімбай ниет шаруашылығының Әбденбек Қалибек жеке қорын ұйымдастырушы, Шорбай Басқат Аслан шаруашылығының басшысы. Бұл осы шаруашылығының басшыларымен бірлесе отырып кәсіби серіктестік құрдық. Нәтижесінде одан да басқа бірігу мәңгілік ел болуын қайнап көздеп, жеке кәсіпкерлер, мектепке көрсеткен демеушілерді осы жұмыстарға тарта отырып, жұмысымызды ары қарай жалғастырдық. Енді осы жұмысымызды жалғастыру үшін бізге жоспар керек. Қандай да болмасын, ол жоспар жасау үшін біз осы кісілердің басын біріктірдік, үлкен жұмыстар жасадық. Енді осы жоспарсыз ешқандай іс бітпейтіндігін өздеріңізге белгілі. Енді бірінші бағытымды мен демеу деп алдым. Яғни жұмысымыз демеуден басталады. Егер біреу демеушілік көрсетпесе, біздің жұмысымыз іске аспайды. Ал сондықтан одақты құрдық. Енді одақты құрғаннан ары қарай демеу деген осы бағытты жасадық. Бұл оқушылардың заманауи білім алу жағдай жасайтын жұмыстар болды. Ең бірінші әлеуметтік және кәсіби серіктестік атқарылатын қызметтің жоспарлары өздеріңіз көріп отырғандай арнайы дөңгелек столдар ұйымдастырылды. Әлеуметтік кәсіби серіктестік арқылы ауыл азаматтарының кәсіпкерлік бірлескен жұмыс одақты құру, бұл 2012 жылдан басталған жұмыс болатын. Содан бері осы жобамызды сіздермен таныстырып отырмыз. Білім сапасының кері әсер тигізетін шалғай жерде оқушылар оқу тапсыру қиындықтары, келісімшарт жасау, кәсіпкерлермен келісімшарт жасадық. Яғни жұмыс жасау үшін бірінші келісімшарт керек. Оларға осы жұмысымызды дәлелдейтін құжат ретінде. Заманауи талапқа сай кәсіптік серіктестік арқылы пән кабинеттерін жабдықтау. Бұл енді өздеріңіз отырған осы пән кабинеті, осы кәсіби серіктестік арқасында жабдықталды. Осы тариф кабинеті. Бұл да серіктестіктің қамқоршылық кеңесі, әлеуметтік серіктестік пән кабинеттерін жабдықтау. Білім сапасы қорғау жұмыстары әлеуметтік серіктестік оң нәтижесін ұйымдастыру, шәкіртақы тағайындау жұмыстары жасалынды. Балалар сабақтың уақыт келмейтін білім сапасын кемітіп әртүрлі шаралар ұйымдастырылды. Осы жоспарды жасағаннан кейін біз ары қарай жұмысымызды бастадық. Енді жаңа өзіміз айтты, шалғайда балалар алаңсыз білім алу үшін жасалған бұл игілікті іс. Бұл бойынша мысалы елбасымыз айтады, тәуелсіз еліміздің бір мақсаты, бір мүдде, бір болашақ жұмылдырып отырған. Елбасымыз халыққа жолдауында Қазақстан жол 2050, бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ. Біз үшін ортақ тағдыр мәңгілік ел, лайықты әрі ұлы Қазақстан. Мәңгілік жалпы Қазақстан ортақ шаңырағымыз ұлттық идеясы. Бабаларымыздың арманы деген болатын. Осы секілді ең бірінші мәңгілік ел болу үшін біз сол одақтың нәтижесінде мектеп және Шәушен интернет салып кеткен осы жоспарларды нәтижесінде оң нәтижесін берді. 150 миллион теңге құрылып жаналған интернет салды. Енді бұны ары қарай өздеріңізге дәлелді жұмысымыздың Дөненбаев Сайранбайдың жеке кәсіпкер, ауылға көрсеткен көмегі, серіктесіміз, бүгінгі көптеген медал ордендердің иегері. Осы өзінің видео сюжетін дайындадық. Бұл кісілерді жолда көптеген басқа да нелерде жүргеніне байланысты бүгінгі видео сюжетті өзі осы жұмысты айтып өтсе. Үлкен жұмысы мектеп қабырғасына елге демеушілік жасап жұмыс жасап жатырмыз. Өздеріңіз білесіздер, 12 жылы балаларға, шоғындардың балаларына алған интернатын салдық. Мына енді осы мектептің школ директоры Бұланбаев арқаңыз көресіздер, мына ішінде бөлмелері қалай салынғанын. Өйткені сол ұрпаққа дұрыс тұрсын деп, дұрыс жағдай болсын деп. Одан кейін 14 жылы сол мектептің алдынан
ашаршылық құрбандары, соғысқа кетіп жоқ кеткен кісілерге үлкен ескерткіш салынды. Одан кейін осы жасөспірімдердің арасында күреске демеушілік жасады. Өйткені бізде жұмыскерлердің балалары осы интернатта жатып өсіп келе жатыр. Соған байланысты мектепте тығыз қарым-қатынаста жұмыс жасаймыз. Қазіргі таңда өзіміздің сол шопанның бір баласы Астана қаласында колледжде оқып жатыр. Соған сол демеушілік жасап, сол оқуына, тұратын үйіне бастан аяқ сол өзіміз қамқорлыққа оқытып жатырмыз. Қазір 2-ші курсын оқып жатыр. Тағы да өздеріңіз білесіздер, ауылдың былтыр 17-ші жылы балабақша ашылды. Кезінде сол балалар мектептің қабырғасында балабақша ашылып жұмыс жасалып жатқан. Енді сол былтыр 17-ші жылы ашылып, қазір бөлім өзінше мекеме болып шықты. Ол енді бала санының көбеюіне байланысты өз алдына жұмыс жасалынып жатыр. Енді келешекте де осы адам кіммен ұрпағымен мың жасайды, сол балаларға деген қамқорлық, әрдайым қолдау білдіреміз. Астанадағы осы олимпиада жүлделеріне барады. Қай жерде не сұраса, соған қолдап, соған демеушілігіміз жасап, қолдан келгенше көмегіміз жасап, жұмыс жасап жатырмыз. Енді өздеріңіз көргендей, видеороликта Төлеубай Сайрымбаев ағамыздың тек қана мектеп және шағын орталық болды. Мектептің қаржылығын айтқан кезде, бірінші жолда балабақша салайық деген өзі ұсыныс тастады. Сол ұсыныс негізінде 2017 жылы балабақша ашылып, қазір 92 орынды тәртібі бөлімшеге атау берілді. Сол жерде жұмыс істеп жатыр 92 балаға арналған. Бұл да кәсіптік серіктестік мектепке, ауылға, осы ұжымға деген көмегін арқасында білеміз. Енді ары қарай осы жұмысты жандандыру үшін интернатымыз ашылды, балалар толықтырылды, соның бірге көптеген хаты мен қонақтар келіп жатты. Оның бәрі осы бірлескен жұмыстың арқасы деп ойлаймыз. Қазақстан Республикасы Президенттің мәжіліс депутаты халық қаһарманы Бақытжан Ертаевтың осы жаңа сауалына келуі біз үшін үлкен мәртебе болып отырған. Министр әлеуметтік тұрғын министрі Әбденовтің келіп осы балалармен осы жұмыстарды көру, ол да серіктестік кәсіпкерлердің үлкен біздің рахметіміз. Енді сондай бірге қазіргі өздеріңіз айтып отырмыз кабинет жабдықтау мәселесі. Бұл турасында да кабинет жабдықтау, бұны заманауи талапқа сай кабинет жабдықтап беру. Әбденбек Қалибек өз тарапынан осы мектепке қорынан бөліп, осы кабинетін толық түрде жабдықтап берді. Бүткіл мына интерактив тақтасы бар, компьютерлері бар, осы кабинеттегі әрбір жасалынған жиһаздары бар. Соның барлығы сол кісінің өзінің тарапынан беріліп отыр. Сондықтан бұл серіктестіктің көрсететін жұмысы өте көп деп ойлаймыз. Енді әлеуметтік жағдай төмен отбасыларға көмек көрсету. Ол бағана өзіңіз айтып өткендей бірнеше кәсіпкерлер бар, демеушілер бар. Солардың нәтижесінде балаларға жыл сайын 500 мыңға дейінгі мысалын жәрдемақы беріледі, көмектер беріледі. Бұның өзі былай айтқанда ауылдың әлеуметтік жағдайынан осы кәсіпкерлерімізбен серіктестіктің нәтижесі деп ойлаймыз.
Енді тағы бір біздің жұмысымыздың ары қарай жалғастыратынымыз бұл білім сапасын арттыру мақсатында оқушыларды ынталандыруға негізгі. Оны жаңа өздеріңіз көріп өттіңіздер. Гүлбай Сәлімбек біздің кәсіпкер серіктесіміз облысының шаруашылығының басшысы. Сол кезде 500 мыңға сол не жасады, сыйлықтар жасады. Өзінің тарапынан осы мектепке көрсеткен ең құрметтердің бірі, басқа да жұмыстар жасалынды. Енді соның ішінде бізде Қазақстан 20 ғасыр дамыған елдердің кеңестер өркениетті әлеммен мәртебелі орын алуына ықпал етер білген бір құдіретті білім, білімді ұрпақ. Білімді ұрпақ болу үшін тағы осындай үлкен сыйақылар керек болды. Сонымен біз 10 жылға 2015-тен бастап 2025 жылға дейін 10 жыл шәкіртақы тағайындау туралы осы кәсіпкерлермен келісімшарт жасастық. Оның нәтижесінде бірнеше біздің оқушыларымыз осы шәкіртақы иесі болды. Енді көтерілген сыйлықтар тағы басқа. Соны бүгінгі парда өзіміздің видео бейне жазбамызды көрсеңіздер. Сәлімбек елбасының басында білім туралы жазылған мақаласын оқиды. Сол кезде Ахмет Байтұрсын айтқан екен, шведтің инженері Нобель өзінің қаражатынан шәкіртақы тағайындап білімді көтеру туралы идеясын айтып өтіп, біздің қазақтар да кемесіне қарай ескегі демекші, азын-аулақ болса да шәкірттерге білім алу үшін шәкіртақылар тағайындаса, қазақтың жастарын өсірсек, қазақтың жастарына білім берсек, білімге құштарлығын оятсақ деген мақаласын оқи келіп, және де елбасының мәңгілік ел идеясы туралы өзінің айтқан сөзінде мен мәңгілік ел идеясын аспаннан алған жоқпын. Мәңгілік ел идеясы көне түркілердің ескі жазуларында сақталған күлтегіннің ескерткішіндегі мен елімді азат ету үшін түнде ұйқы көрмей, күндіз белімді шешпей, елімді, жұртымды мәңгілік ел үшін ету үшін еңбек еттім. Сол үшін сыртқы жаулармен алыстым деп идея тастап, осындай идеяларды ойлап отырып, бізде осы Айтқұлшын Асылов атындағы орта мектептің оқушыларына шәкіртақы тағайындауды жөн көрдік. Шәкіртақы негізінен Шәуетегі шаруа қожалығының келісіміменен жасалған дүние. Әкеміз екі Ленин орденінің кавалері, Ұлы Отан соғысының мүгедегі Шәует Сәлімбаев 100 жылдық мерейтойын өткізгенде осы Айтқұлшын Асылов атындағы орта мектептің ұжымымен келісе отырып, орта мектеп бітірушілер және негізгі мектеп бітірушілерге 2 шәкіртақы тағайындадық. Шәкіртақының міндеттері: біріншіден үлгілі оқушы болу керек, екіншіден озат оқушы болу керек, үшіншіден облыстық, республикалық олимпиадаларда жүлделі орындар алу керек, төртіншіден тағы да сонымен қатар белсенді болу керек. Шәкіртақы тағайындау 2015 жылдан бастап осы күнге дейін жалғасын табуда. Осы мерзім ішінде 4 үздік бітірушілерге шәкіртақы тағайындалды. Енді шәкіртақы тағайындау кезінде түсініспеушіліктер болмас үшін педагогикалық кеңестің ұйғарымымен, шешіміменен ұсынылған оқушыларға табысталады. Шәкіртақы тағайындау 2025 жылға дейін жалғасады. Осындай шәкіртақы балаларды ынталандыру үшін осындай жұмыстар жасалып тұр. Бұл енді өзіміздің жобамыз кәсіби серіктестіктің нәтижесі деп айтуға болады. Оның бәрі біреуден қазір бір нәрсе сұрай салсаң бермейді ғой. Ол үшін ол кісілерге осындай жобаларды таныстырып, сол жобаны
іске асыру үшін бірінші дәлелді нәрселерді көрсету керек. Осы дәлелді жұмыстарымыз бүгінгі елбасының мәңгілік болды. Осы жұмыстар ары қарай жалғастырамыз. Бұл тоқтамайды. Енді екінші бағыт өнеге деп алып отырмыз. Өзі 3 бағыттан тұрады. Осы екінші бағытта өнеге жастарға патриоттық тәрбие беру бағытында егістер. Яғни патриотизм қанын тамған жеріне, өскен ауылына, қаланың өміріне, яғни туған жеріне сүйіншілікті басталады деп елбасымыз айтқандай. Бұл жерде рухани жаңғыру, болашаққа бағыттар рухани жаңғыру бойынша ауыл мақтаныштарымен оқушылар кездестіру, оларға өздерінің тарапынан сыйлықтарын үлестіру, соның ішінде айта кететін ауыл мақтаныштарымен оқушылар кездестіру кезінде Ғұламбаев Данияр қазір подполковник өзінің тарапынан осы мектептегі 20 оқушыға толық әскери киіммен қамтамасыз етті. Бұл да үлкен қуанарлық жағдай. Сонымен бірге Жалғас Қолғанбаев өзінің тарапынан концерт бағдарламалар, өзінің өнер қайраткерлерін алып келіп, осы мектепте өз өнерін паш етті. Сонымен бірге Кемел көкжиегі деген тақырып айдарып қойдық. Бұл жерде қызы Дария кезінде бөбек қорының директоры болған Сарназарбайдың қарамағында осы ауылға көптеген өзінің кітаптарын, тағы басқа жастармен жыл сайын келіп жұмыс жүргізіп отырады. Әр 7-ші мамыр, 9-ші мамыр аралығында келіп, сол кездерде бірінші жастармен жұмыс жасайды, үйіне түспейді. Ол да біздің патриоттық тәрбиеге балаларды қосып отырған үлкен жұмыстар деп айтамыз. Одан кейін қуғын-сүргін құрбандарын еске алу шаралары, бұл өздеріңіз жаңағы кәсіпкеріміздің айтып өткеніндей серіктестің. Бұл жерде ашаршылық құрбандарына арналған ескерткіш ашылған болатын. Бұл ескерткішке 50 миллион ақша жұмсалынды. Бұл қазіргі кезде осы мектеп оқушылары мен ауыл тұрғындарының игілікті ісіне айналып отыр. Енді ары қарай жұмысымызды жалғастыратын болсақ, өмірдің екі тірегі үйренуден жалпы болып, үйретуден аян болды. Дінмұхаммед Ахмет Қонаев айтқандай, серпін деген 3-ші бағыт ұстадық. Енді балаларға демеу болды, енді серпін, бұның бәрі не үшін? Балалар серпін деген өз атауы, белгілі бір неге ұмтылу, жұмыс жасау, өздерінің жұмыстарын көрсету. Соның ішінде осы балалардың сабақтан тыс уақыттарын тиімді пайдалану жолында негізделген. Бұл өздері қолөнер, спорттық жарыстар, конкурс, байқаулар, бұның бәрінде күнделікті жасалып жатқан жұмыстар. Соның ішінде тағы да осы серпін дегеніміз бізде көптеген киелі жерлерге жұмыс жасау үшін біздегі кәсіпкерлер жұмыс жасайды. Соның ретінде ең бірінші тәрбие қиын, тәрбиеге жағдай жасау әр адам ең елеулі борыштарының бірі. Тәрбие ошағы мектеп, тәрбиенің аудан кең, түбі терең. Тәрбие болмаған жерде шын ақылды, мәдениетте өмірде болмақ емес деп атап өткенде, осындай тәрбиелі жерлерге бізге тағы да біз кәсіби серіктестіктерді өзіміздің демеушілеріміз тарттық. Оның негізінде бізде қазір Самбетқұл Азамат деген кәсіпкеріміз осы жұмыстармен белсенді атсалысып жатыр. Оны да бейне сюжетін. Мен Самбетқұл Азамат Қадырбекұлы, Жабысы ауылының тұрғынымын. Өзім қанат қаққан мектебім, Байқұш Нашаров орта мектебім. Мектеп әкімшілігімен тығыз байланыста кәсіпкер ретінде жұмысы төмен отбасыларға заманауи техникалар, компьютер, планшеттер әперіп демеушілік жасап, сонымен қатар мектеп әкімшілігінің ұйымдастыруымен болған еліміздің оңтүстік бөлігі Тараз, Шымкент, Түркістан қалаларындағы тарихи мәдени ошақтарды аралап, мұражайларға саяхат жасап келуіне оқушыларға қаржылай демеушілік жасадым. Бұл уақытта оқушылардың білімге деген құштарлығын арттыру мақсатында осындай игі істеріміз жалғасын табады. Әр сала бойынша енді ала берсек серіктестеріміз, кәсіпкерлеріміз бар. Осы ең ішіндегі жастарға көптеген тәрбие беріп осы Самбетқұл Азаматтың, Сәлімбаевтың Ниет ағайымыздың, сонымен бірге Дөненбаев Сәрібай ағамыздың осы жұмыстары сіздерге көрсетіп, өзіміздің жұмысымызды таныстырсақ деген ой болды. Енді сонымен бірге
тек қана бұл демеушілер мектепте ғана жұмыс істеу емес, біз енді мектеп бітіріп кеткен түлектерді өздерінің де сол оқып жатқан оқу орындарына бейне сюжеттер түсірдік, өздері жіберген, соны тамашаласаңыздар. Өйткені әр студенттің өзінің айтары бар. Осы мектепке ұжымда демеушілер келген. Мен Мұсабек Қуаныш, Астана қаласы Қаржы академиясы колледжінің 2-ші курс студентімін. Әке-шешем Шалғайдағы ауылда мал бағып, өзім шөшен шаруа қожалығының мектеп-интернатында тәрбиеледім. Жоғарғы оқу орнына түсуім мектеп директоры бола алмай Дархан ағайдың жол көрсетуімен. Дөнекбаев Сайрам ағаның жеке демеушілігінің арқасында осындай жоғарғы оқу орнына Қаржы академиясы колледжінде оқып жүрмін. Айтқұш Насилов атындағы шығармашылық орта мектепте оқып жүрген кезімде мектеп ұстаздарының еңбегі мен үшін өте зор. Көптеген облыстық, республикалық байқаулар мен олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар алып отырмын. Еуразия ұлттық университетінде өткен жас ғалымдар халықаралық ғылыми конференциясында 2-ші орын жеңіп алғаным үшін жас ғалым номинациясын, ал ғалымдар арасында өткен ғылыми конференцияда 1-ші орын жеңіп алғаным үшін жас дарын медаль және номинациясын жеңіп алдым. Осындай білім алуға жағдай жасап, оң жолын көрсеткен Айтқұш Насилов атындағы шығармашылық орта мектебінің мектеп ұстаздарына 10 алғыс. Бүгін құрметті ұстаздар және білімді мектебі. Мен 2015 жылғы Насилов орта мектебінің түлегі Зияталы Қымбат Ержанқызымын. Мен қазіргі таңда Астана қаласы Лев Николаевич Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің механика-математика факультетінің математика мамандығы бойынша білім алып, қазіргі таңда 4-ші курс студентімін. Осы менің білімімді шыңдауға, мамандығымды таңдауға, университетімді таңдауға үлкен үлестерін қосқан өзімнің ұстаздарыма және аяулым мектебіне үлкен алғысымды жолдаймын. Мен Аким Айназия Ержанқызы Айтқұш Насилов атындағы орта мектепті оқып бітірдім. Қазіргі таңда Мәскеу политехникалық университетінде материалдану мамандығы бойынша білім алып жатырмын. Осы дәрежеге жеткізген мектеп мұғалімдеріне алғысым шексіз. Енді бұл Аким Айназия жаңа Самбетов азамат өз жекелеген демеушілік жасап отыр бұл қызға. Ресейде оқып жатқанына байланысты. Енді аталған 2 оқушы сол шәкірт ағаның мектептегі біз берген бағыттың нәтижесінде өздерінің қалаған оқуларына түсіп отыр. Жалпы енді бүгінгі сабағымызды, жұмысымызды, өзіміздің жобамызды сіздердің алдарыңызда қорытындылайтын болсақ, жұмысымыздың нәтижесі енді өзіміздің жасаған әрбір ісімізді сіздермен бөлісіп отырмыз. Өзінің тарихын, тілін, мәдениетін білетін, сондай-ақ заманына лайық шет тілден меңгерген, озық әрі жаһандық көзқарасы бар Қазақстан біздің қоғамымызда идеалына айналуға тиіс деген президент пікірі білім беру саласының мамандарын зор міндет жүктейді. Әлемнің 2-ші ұстазы аталған Әл-Фараби бабамыз тәрбиесі берген білім адамзаттың қас жауы деген ұлағатты сөзді бағыт етіп жастарымыз заманауи дамуға сай елін сүйетін, еңбек сүйгіш болашақта елімізге адал қызмет ететін азамат етіп тәрбиелеуіміз керек. Біз жаңғыру жолында балалардан мирас болып, қанымызға сіңген бүгінде тамырымызға гүлденіп жатқан ізгі қасиеттерді қайта түлетуіміз керек. Ұлттық салт-дәстүрлеріміз, тіліміз бен музыкамыз, әдебиетіміз, жоралғымыз, бір сөзбен айтқанда ұлттық рухымыз бойымызда мәңгі қалуға тиіс деп елбасының ұрпақ тәрбиесі біздің жол ұсынды. Ауыл балаларының бойынша ұлттық тәрбие әлемдік көрген тілмен ұштастыратын қалыптастыру басты парызымыз. Себебі ауыл ұлтымыздың алтын бесігі, халқымыздың қамын ойлаған, жоғын-жоқтан өмірін қазақ үшін, ұрпақ үшін сарп еткен ардақтыларымыздың шыққан ордасы. Ауыл мектебі тек білім ордасы ғана емес, мәдениет ордасы, рухани орталық. Қазақтың ардаты Шәкәрім Құдайбердіұлы адамның жақсы өмір сүру үшін 3 сапа негіз болады. Олар барлығынан басым болатын адал еңбек, мінсіз ақыл, таза жүрек. Бұл сапалар адамды дүниеге келгеннен бастап тәрбиелеп есептейді. Келешекте мәңгілік елдің іргесі шайқалтпай ұстайды. Азаматтардың ұстанар жолы осы болмақ. Адамдардың рухы биік, денсаулығы мықты, адамгершілік танымы таза, кәсібиліктің берік екенін цифрлық технология өте бәсекеде бәсі жоғары елбасы аталып көрсеткендей, ақыл топ еліміздің өзіміздің ұлттық рухтың тілі мен дінін ажырамай
цифрлы ортаға бейімделу қажет. Яғни осы қорытындылай келе біздің болашақтың жобаға қарай жалғастырайық деп отырмыз. Сол бойынша енді мына мектепте IT сыныбын ашу. Оны енді жаңа айтып отырмыз, үлкен кәсіпкеріміз, серіктесіміз Дөнебай Сайрыбай ағамызға айтты. Ол енді осы жаңа жылдан кейін мүмкіндік болса, осыған көмек береміз деген жоспар бар. Егер де ол IT сынып ашылатын болса, онда бұл жұмысымыз оң бағасын береді деп ойлаймыз. Бүгінгі жұмысымыздың сіздерге таныстырған жұмысымыз осы. Алған жобамыздан өздеріңіздің мәселелеріңіз, осы жасалған әрбір жұмысқа пікірлеріңіз болса. Біз айтпақшы Насырбаты мектебіндегі жасаған үлкен еңбек тәжірибелерін көріп отырмыз. Мен бұл туралы көп ойланып жүрмін. Біздің алыстан емес, жақыннан осы дарханнан үйренетін нәрсеміз көп екен. Бірінші кезекте дарханның жасап отырған бағыт бойынша жасаған жоспарлар. Жалпы орта келген кезде мен бұның ішінде мәңгілік елден бастадым. Мысалы, рухани жаңғыру бағдарламасынан және өздерің көріп отырсыздар, негізгі мектептің жұмысының нәтижелерінің барлығы артынан шығып жатыр. Бірінші мектепке тарту қиындықтары бойынша көтерілген мәселелермен жоспар бойынша келген интернат ашылған. Ал интернаттың бағыты не? Ол балалардың уақытын дұрыс пайдалану, сабақтан тыс уақыттарда. Екінші, бұл жерде ынтымақтастық, туған жерге туып біз елбасымыз айтқандай, мен туған жерге бұл өзінің барлық ауылындағы азаматтардың басын біріктіріп, сол ынтымақтастық арқылы тұлғаның дамуына барлық жағдайлар жасаған. Мектептің дамуына, ұрпақтың дамуына, тәрбиеленуіне. Содан кейін барып бұның нәтижесін біз көріп отырмыз білім сапасы арқылы отырған. Білім сапасының нәтижесі жаңа өздеріңіз көрдіңдер, шәкірттер өздерінің алғыстарын айтып нәтижесі болды. Бұл жерде негізгі бағытымыз содан басталған балабақша, мектеп арқылы, интернет арқылы балалардың өз уақыттарында әрқайсысында дұрыс пайдаланып, балаларға дұрыс бағдар беріп, кәсіптік бағдар бойынша да көп мәселелерді шешілді. Бізде шетелде қанша оқуда болып жүрдім, мен де шетелдерде айтып жатырмын. Шетелдерде балаларға инвестиция құю керек дейді. Бұл жерде енді ол әр ата-ана балаларға жерде отырған жоқ, дархан өте ұйымдастыра білген бұл мектеп ұжымда балаларға инвестиция болады. Және сол инвестициясын 15 жылдан бері ғана инвестиция нәтижелері қазір көрініп болды. Сондықтан да дарханның бұл еңбегін жоғары бағалауға болады деп ойлаймын. Бұдан қатар тағы да бізде тәрбие жағынан деген отыр. Өнеге деп берді тәрбие екінші бағытына. Бұл ұйымдастыру кезеңдері әр осы ауылда келген шәкірттердің барлығы келіп, өздерінің еңбектеріменен, жүрген жолдарыменен жүргізетін қандай табыстар, қандай дәрежеде осы жағынан балаларды өнегені тәрбиелеп өзінің нәтижесін көрсетіп отыр деп ойлаймын. Одан кейін бізде жаңа өздеріңіз айтып отырсыздар, дархан айтып өткендей сабақтан тыс уақыттарда мұражай, көңілдендіру, киелі жерлерге саяхат, бұл туралы өздеріңіз елбасымыз бір мақсат ұсынып, әрбірден өзінің туған жері туралы саяхат жасап келуге, балаларға бұның тәрбиелеу маңызы зор деп ойлаймын. Сондықтан да бұл ең негізгі мақсаты дарханның мектептің даму жоспарын дұрыс жасай білген. Сол мектептің даму жоспарында қойған мақсаттарына жыл сайын жетіп келе жатыр. Және біздің бүкіл мектеп алдында білім саласынан да тұрған мәңгілік ел бағдарламасын іске асыруда өте тамаша жұмыс. Сол үшін дарханға және дарханға салынған жұмысқа біз рахметімізді айтқымыз келеді. Және мына тәжірибеден біздің де алатынымыз үйренетініміз көбейеді деп ойлаймын. Рахмет сіздерге дархан. Мен ойымды қосқым келіп отыр, мысалы жаңағы аға айтты ғой, мектеп табалдырығын балаға аттағаннан бастап оны оқуға түскенге дейінгі барлық уақытын қамтып жоба дайындағансыздар. Бұл жоба 2015-те басталды ғой деймін ойлаймын. Енді осы жоба басталғалы бері мамандар шықпаған сияқты. Енді осы сапалы маман дайындау әлеуметтік серіктестіктің арқасында осы балалар шетелде оқып жатыр, басқа жерде оқып жатқан балаларды енді жұмысқа қалай қамтылады болашақ деген бағдарлама бар екен ғой, жоба, бір бағытта. Оған сен жаңа IT сыныпты айттың. Сол жобаға, болашақ жобасына сол даярлаған мамандарды осы ауылға қайтадан тарту мәселесі қарастырылған ба? Соны білгім келіп отыр да. Енді ол мәселені жаңа айтып отырмыз ғой, академиямызға білімнің өзі қазір демеушісі. Осы жерге қайтадан маман болып келеді қазір студент. Ол жоспарда бар, негізі жоспарда солай жасалынған. Бүткіл өз демеушілік жасайды. Ол осы ауылда, осы жерге, осы шаруашылықта жұмыс жасаймыз деген өзінің есімі.
жасауға үлкен мәселе сол оқуға бәрін жіберіп аламыз да оны жұмыспен қамту қиындық оқу жасап сатпайды. Сол болашақта деген бағдарға осыны қосылса өте жақсы үлкен мәселе екен. Қосқан кезде. Қымбатты әріптестер, әріптесіміз Дархан ағайдың өзінің мектепті дамыту жоспары, соның ішінде әлеуметтік серіктестіктермен жұмысы туралы тәжірибесін көріп отырмыз. Менің айтқым келгені осы әлеуметтік серіктестіктермен жұмысты өте жүйелі түрде ұйымдастырғаны маған ұнап отыр. Және де осы жұмыстың бәрі мемлекеттік білім беру саясатына негізделгенін көріп отырмыз. Дархан әріптесімен өзіме ой алып отырғаным, жұмыс осылай жүйелеген өте маған Дарханның бағыттары, жасаған іс-шара жоспарлары өте сондай тиімді және өзіне де бір жүйелілікті көрсетіп отырғанын қатты ұнап отыр өзіме. Сондықтан алар нәрсе болды бүгінгі семинардан. Мен енді Дархан әріптесіме айтарым, дамытып жаңағы балаларға қажетті IT кабинет қазір қол жетпейтін көп жұмыстардың бірі болып тұр. Енді сенімдіміз сізде осы кабинеттің жақын кезінде болатынына, өйткені жұмыста өте жақсы жүйелілік бар. Біздің мектептерімізде де осындай демеушілермен жұмыс өте жақсы. Бірақ мен өзім бүгін ой түйдім. Жүйелілік жасап, және соған тиісті демеушілерді өзінің саласы бойынша іздестіріп, және сол жұмысқа жұмылдыру керек екен деген өзіме бұл ой келді маған. Рахмет, сіңізге сәттілік. Жалпы қазір мемлекеттің өзінің ұстанымға бағында осы демеушілер осы демеушілерменен өзінің ауылынан түлеп шыққан түлектерменен сабақтастық жасап балалардың арасында жұмыс жасау деген өте керемет нәрсе. Рахмет сізге. Мысалы шәкірт алып оқыған жаңағы школа істейді, ертең үлкен азамат болса, көрген істейді, туған жерде туылды болса, ертеңгі олар да ағай не істеп берейік, сізге не керек, қандай көмек керек, мектебіңге деген сияқты, олар да өзінің ауылдағы сондай ағаларынан әлеуметтік серіктес олар осы жерден жаңағы білім сапасы артып жатыр, бұл жерде басты нәрсе жақсы тәрбие алмады. Біз өнеге алып жатыр. Сондықтан да тәрбие мен білім сапасының ұштастығы осы жерде көрініп. Рахмет. Балалар кез келген балаға мұқтаж сезінеді. Ынталандыру керемет болады. Өзінің ауылына деген, өзінің ағайын тумасының арасындағы ол кісі туралы айтылатын жылы жемістің өзі қандай балаға нәрсе береді. Басқа соларға шәкіртақы алып отырған балаға теңгеріледі. Шәкіртақы алып отыр. Мен де жақсы оқып, үздік білімімен осы шәкіртаққа қол жеткізу суммасы оның маңызды емес. Жалпы шәкіртақы алудың өзі студент кезімізде де стипендияға үшін отырдық, мысалы сол стипендия сияқты шәкіртақы тағайындағанға өте ұнайды, өте балаларды ынталандырады. Балалардың арасында бәсекелестік пайда болады, оқуға деген бәсекелестік. Әріптестер, бүгінгі семинар өте бір жоғары деңгейде өтті деп ойлаймын, және де өте жаңашылдығы көп. Білім беру мазмұнындағы жаңарту жағдайындағы әлеуметтік серіктестіктің жан-жақтан дамып, оның жаңағы өзімізге үлгі алатындай, және де осы өз елінде тұрған азаматтардың иманды да адамгершілігі зор екендігін танытып, осы балаларға өнеге үлгі ретінде өзінің туған мектебінің алтын ұясына көптеген еңбектері сіңіріп, демеушілік жасап жатқан азаматтар өте көп екенін осы семинардан байқап отырмыз. Ол жаңағы Дөненбай Сайранбай деген кісінің, Сәлімбаев Ниет, Азамат деген кісілердің өте бір жоғары деңгейде балаларды білім сапасына деген жоғары ынталандыру жұмыс болса, және де елді көріктендіріп, елге деген барлық жақсылығын жасап, тәрбие мен білімді ұштастыра отырып, елдің ортасындағы әлеуметтік серіктестікті дамыта отырып, өте бір үлкен дәрежеге жеткізіп отырған мектептің осы жұмысына рахметімді айтамын. Өзіміздің келесі қосатын бағытымызда өзіміздің бұл жерде жаңағы шындық IT-сыныптарға шектеп отырмыз. Енді сол мамандар тарту мәселесін іске қоссаңыз жұмыста
Одан кейін бұл жұмыс тоқтап қалмайды. Бұл жұмыстарды біз жандандырамыз деп отырмыз. Қазіргі кезде енді бұны көргеннен кейін бұл жұмысты біз кеше осы түсіріп жатқан кезде менші деген кәсіпкерлерді енді сіздермен тағы жұмыстар болады, жұмыс жасаймыз дегенде. Бұл жұмыс жандандырады.